Ассалаумалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Түнгі мейрамханадағы үнсіз ажал. Алматының қақ ортасындағы элиталық мейрамханалардың бірінде әдеттегідей думан қызып жатқан. Сыртта күздің қара суық жаңбыры нөсерлеп тұрса, іште алтын жалатылған люстралар жарқырап, қымбат коньяктар судай ағып жатты. Бұл кештің басты қонағы қылмыс әлемінде Бөке деген лақап атпен танымал, жасы 50-лерге таяп қалған, ықпалды авторитет болатқан еді. Оның бір сөзімен теңдерлер шешіліп, бір қабақ түйумен тағдырлар талқандалатын. Болатхан үстелдің төр жағында былғары креслода шалқайып отырды. Оның оң жағында оққағарлары, сол жағында жас тоқалдары отырған. Бөке, бүгін керемет күн болды. Жаңа партия шекарадан өтті деп хабарлады көмекшісі құлағына сыбырлап. Болатхан риза кейіпте басын изеді. Ол алдындағы қою қара шайдан бір ұрттады. Бұл оның сүйікті әдеті еді. Қанша арақ ішсе де, соңынан міндетті түрде күрең шай ішетін. Бірақ кесе еріне тиген сәтте, оның көздері шарасынан шыға жаздады. Алдымен тамағы жыбырлады. Сосын өңешін біреу қызып тұрған темірмен қарғандай болды. Болатхан ауа жетпей қармаланды. Ол жағасын жыртып орнынан тұрмақ болды, бірақ аяқтары бағынбады. Бөке, не болды? Оққағарлар абыр-сабыр болды. Болатхан сөйлей алмады. Оның тілі күрмеліп қалған еді. Ол тек сұқ саусағымен үстел үстіндегі бос кесені нұсқады. Оның көздерінде бұрын соңды ешкім көрмеген сұмдық үрей пайда болды. Бұл өлімнен қорқу емес, бұл оны танығандықтан туған үрей еді. Бір минут өтпей алып денелі Болатхан сұлап түсті. Дәрігерлер келгенше оның жүрегі тоқтады. Диагноз – жедел жүрек талмасы. Ешқандай удың ізі жоқ. Ешқандай зорлық белгісі жоқ. Бірақ сол түні Алматының көлеңкелі әлемінде суық хабар желдей есті, оралды. Зере әжей оралды. Жалғыз қасқыр. Ерасыл ескі Toyota Camry'нің рөлінде жаңбырлы көшеге телміріп отырды. Ол 30 жастағы бұрынғы жедел уәкіл, опер, қазіргі кезде жеке детективмақ болып жүрген жігіт еді. Оның жүзінде ұйқысыздықтың ізі, көздерінде шаршаңқылық пен өмірден түңілу бар. Полициядан негізсіз қуылғанына 2 жыл болса да, ол әлі күнге дейін сол жүйеге деген өкпесін баса алмай жүрген. Оның телефоны шырылдады. Белгісіз нөмір. Алло, Ерасыл ма? Ар жақтан қарлығыңқы, билікшіл дауысы естілді. Кімсің? Кім екені маңызды емес. Саған жұмыс бар. Бөкенді естідің бе? Ерасыл мырс етті. Бүкіл қала естіді ғой. Жүрегі шыдамапты десті. Жүрек емес деді, дауыс бәсеңдеп. Оны алып кетті. Егер жақсы ақша тапқың келсе, жарты сағаттан соң Көктөбе етегіндегі тұйық көшеге кел. Ерасыл ойланып қалды. Қарызы басынан асады. Пәтер ақысы төленбеген. Жоғалтатын ештеңесі жоқ. Ол машинасын от алдырды. Кездесу орнында қара түсті Гелендваген тұр екен. Ерасыл артқы орындыққа отырды. Оның жанында 50-лер шамасындағы шоқша сақалды, көзі өткір кісі отырды. Бұл қаланың тағы бір криминалдық серкесі, Ақсақ деген лақап аты бар Сәкен еді. Ерасыл, сенің әкең мықты мент болған дейді деді Сәкен әңгімені әріден бастап. Сен де жаман емессің. Принциптерің бар. Маған дәл сондай адам керек. Не істеу керек? Адам өлтірмеймін. Сәкен күлді, бірақ көзінде қорқыныш бар еді. Жоқ, маған бір адамды тауып, тек қана сөйлесу керек. Кімді? Бір кемпірді. Аты Зере. Ерасыл таңғалып қалды. Кемпірді. Сәкен аға, сіз қалжыңдап отырсыз ба? Бүкіл қаланы осында ұстаған сіздер бір кемпірден қорқасыздар ма? Сәкеннің жүзі суып кетті. Ол терезеге қарады. Ерасыл, сен жассың. 90 жылдардың басындағы сұмдықтарды білмейсің. Ол жай ғана кемпір емес. Ол даланың үнсіз ажалы. Кезінде бүкіл рекет, бандиттер оның алдында тізерлеп тұратын. Оның қолында қару болмайтын. Оның қолында тек шөптер мен сөздер болатын. Шөптер? Ол шөп тамыршы. Тәуіп, бірақ ол емдемейді. Ол жазалайды. Кешегі Бөкеннің өлімі соның ісі. Мен сеземін.
Ол қайтып келді. Менен не қалайсыз? Оны тап. Ол қазір Алматы облысының шетіндегі ескі, иесіз қалған Қараөзек деген ауылда тұрады деген сыбыс бар. Бар да біл, ол неге оралды? Кім тапсырыс берді? Және ең бастысы, оның қара дәптері бар. Соны алып кел. Ақысына $50,000 берем. $50,000. Бұл Ерасылдың барлық мәселесін шешетін ақша еді. Келістік, деді Ерасыл, бірақ бір сұрақ. Ол кемпір неге соншалықты қауіпті? Сәкен Ерасылға бұрылып, сыбырлап айтты, себебі оның көзіне тура қараған адамның ішкі дүниесі ақтарылып түседі. Және ол ешқашан ізін қалдырмайды. Абайла, бала. Ол жылан сияқты. Баспасаң шақпайды, бірақ бассаң емі жоқ. Қараөзекке сапар. Ертесіне таңертең Ерасыл жолға шықты. Қараөзек ауылы картада жоқ дерлік ұмытылған мекен еді. Ол Алматыдан 300 шақырым жерде, таудың қуысында орналасқан. Жол бойы Ерасыл Сәкеннің сөздерін ойлады. Кемпір. О, қара дәптер. Мұның бәрі ертегі сияқты көрінгенімен Бүкеңнің өлімі шындық еді. Ауылға жақындағанда ауа райы бұзылды. Тұман түсіп жол көрінбей қалды. Ескі үйлердің сұлбасы қорқынышты фильмдердегідей елес болып көрінді. Ауыл қаңырап бос тұрғандай. Көшеде жан баласы жоқ. Тек алыстан иттердің ұлығаны естіледі. Ерасыл ауылдың шетіндегі жалғыз түтін шығып жатқан үйді байқады. Үй ескі, саман кірпіштен қаланған, төбесі қамыспен жабылған. Ауласы тап-тұйнақтай таза. Ол машинасын тоқтатып түсті. Ауада бір түрлі, таныс емес, ашқылтым иіс бар еді. Бұл адыраспан мен жусанның күйген иісіне ұқсайтын. Қақпаны қақты. Ешкім жауап бермеді. Ерасыл ішке кірді. Үйде кім бар? Деп дауыстады ол. Есік сықырлап ашылды. Босағада кішкентай, бүкірейген, басына аппақ кимешек киген кейуана пайда болды. Оның жүзіне мыңдаған әжім түскен, бірақ көздері тұп-тұнық, жап-жасыл және тым суық еді. Жас баланың көзіндей мөлдір, бірақ түпсіз тұңғиық. Кел, балам, деді кемпір жайбарақат. Оның дауысы желдің гуіліне ұқсап кетті. Мен сені күтіп отырғам. Ерасыл селк ете қалды. Күтіп отырдыңыз ба? Мені танисыз ба? Мен бәрін танимын, деді кемпір жымиып. Бірақ бұл жымиысы езу тартқаннан гөрі қасқырдың азу түсін көрсеткеніне көбірек ұқсайтын. Кір, шай іш. Жолдан шаршаған шығарсың, Төлегеннің ұлы. Төлеген бұл Ерасылдың әкесінің аты еді. Әкесі осыдан 10 жыл бұрын жұмбақ жағдайда қайтыс болған. Ерасылдың қолы тапаншасына жүгірді, ол өзімен бірге заңсыз қару алып жүретін. Әкемді қайдан білесіз? Деді ол қатаң дауыспен. Қаруыңды ал, балам. Менің үйімде темір өтпейді. Тек сөз өтеді, деді Зере әжей артына бұрылып үйге кіріп бара жатып. Олы шай және алғашқы ескерту. Үйдің іші қарапайым. Ескі текемет, жер үстел, қабырғада ілулі тұрған кепкен шөптер. Шөптердің иісі басты айналдырады. Зере әжей көрпеге отырып Ерасылға шай құйды. Шайдың түсі қызыл емес, қара қошқыл, қою еді. Іш, деді ол. Ерасыл кесені алды, бірақ ішпеді. Мен шай ішуге келген жоқпын. Мен сұрақ қоюға келдім. Сұрақ? Зере әжей ұршығын иіріп отырып күрсінді. Адамдар үнемі сұрақ қояды. Бірақ жауабын естігенде өкінеді. Бөкең де сұрақ қойғысы келген. Бірақ үлгермеді. Оны сіз өлтірдіңіз бе? Зере әжей Ерасылға тік қарады. Осы сәтте Ерасыл денесінің мұздап бара жатқанын сезді. Өлім Алланың ісі. Мен тек себепкермін. Бөкең шектен шықты. Ол киелі жерді сатпақ болды. Ол ата-баба аруағын аттады. Ал ондайларды мен кешірмеймін. Сіз кімсіз өзі? Мен тазалықшымын. Қоқысты тазалаймын. Ерасыл шыдай алмады. Маған қара дәптер керек. Сәкен жіберді. Егер берсеңіз, тиіспеймін. Бермесеңіз. Зере әжей қарқылдап күліп жіберді. Сәкен. Ақсақ түлкі. Ол әлі тірі ме? Ол дәптерді не істейді екен? Өзінің ескі күнәларын өшіргісі келе ме?
Балам, ол дәптер сағанда, оған да бақыта келмейді. Ол дәптерде қан бар. Кенеттен Ерасылдың басы айнала бастады. Көз алды тұманданды. Сіз маған не бердіңіз? Деп ол кесеге қарады. Ол шайдан ұрттамаған сияқты еді ғой. Саған ештеңе берген жоқпын. Бұл үйдің ауасы сондай, деді Зере әжей орнынан тұрып. Ол Ерасылдың қасына келді. Сенің әкең Төлеген жақсы адам еді. Ол мені бір рет түрмеден алып қалған. Соның құрметіне сені бүгін жіберемін. Кемпір Ерасылдың құлағына еңкейіп сыбырлады. Кет бұл жерден. Және Сәкенге айт, уақыт келді. Қарыз қайтаратын кез келді. Егер қайта келсең, немесе артыңнан адам ертіп келсең, сенің жүрегің де бөкендігіндей тоқтайды. Тек тез емес, өте баяу. Сен өз тамырларыңның қалай жарылғанын сезетін боласың. Ерасыл есін жинауға тырысып сыртқа атылды. Таза ауаға шыққанда ғана өкпесі ашылғандай болды. Ол машинаға отырып артына қарамастан газдады. Ауылдан ұзап бара жатып айнадан қарады. Зере әжей қақпа алдында таяғына сүйеніп оған қарап тұр екен. Тұманның арасынан ол кәдімгі кемпірге емес, жерден өсіп шыққан қара ағашқа ұқсап кетті. Қайтып оралу? Алматыға жеткенше Ерасылдың басы ауырып барды. Ол Сәкенге барды. Дәптер жоқ, деді ол ентігіп. Ол кемпір. Ол жын. Ол сізге сәлем айтты. Қарыз қайтаратын кез келді, деді. Сәкеннің қолындағы виски стаканы жерге түсіп быт-шыт болды. Оның түрі бозарып кетті. Ол солай деді ме? Иә, ол қандай қарыз? Сәкен үнсіз қалды. Ол дірілдеген қолымен сигара тұтатты. Ерасыл, деді ол ақырын. Енді біз тығырыққа тірелдік. Егер ол қарыз десе, демек ол бәрімізді бір-бірлеп алып кетеді деген сөз. Ол дәптерде 30 жыл бұрын жоғалған алтынның картасы және сол алтын үшін қырылған жүздеген адамның тізімі бар. Ол тізімде мен де бармын. Сенің әкең де бар болуы мүмкін. Ерасыл селт етті. Менің әкем. Не оттап тұрсың? Менің әкем таза мент болған. Ешкім таза емес, деді Сәкен. Ерасыл, мен саған 100 мың берем. Жоқ, 200 мың доллар. Маған ол кемпірдің басын алып кел. Немесе оның уын тап. Біз онымен күресуіміз керек. Әйтпесе, ертең таңертең менде оянбай қалуы мүмкін. Ерасыл далаға шықты. Жаңбыр әлі жауып тұр. Ол екі оттың ортасында қалды. Бір жағында жұмбақ өлім таратқан қорқынышты кемпір. Екінші жағында әкесі туралы шындықты білу мүмкіндігі және үлкен ақша. Бірақ оның жүрегінде бір сұрақ тұрды. Зере әжей неге оны жіберді? Және әкесі оны не үшін түрмеден құтқарған? Ерасыл қалтасынан телефонын шығарды. Ол бұрынғы әріптесі, архивте істейтін досына қоңырау шалды. Алло, Мақсат. Маған Зере деген есімді 1990-1995 жылдары іздеуде болған әйелдерді қарап жіберші. Және әкемнің Төлегеннің жеке ісін көтерші. Мен білмейтін бірдеңе бар сияқты. Түн ортасында Мақсаттан хабарлама келді. Бір ғана фотосурет. Ескі, ақ-қара сурет. Онда жас, сұлу келіншек тұр. Қолында кішкентай нәресте бар. Ал жанында Ерасылдың әкесі Төлеген тұр. Фотоның астында жазу бар. Зере Қасымқызы, химик биолог. Лақабаты Қара Жесір. Аса қауіпті қылмыскер. 1994 жылы өртте жанып кетті деп жарияланған. Ерасыл телефонды түсіріп ала жаздады. Егер Зере 1994 жылы өлген болса, онда бүгін ол кіммен сөйлесті? Және қолындағы нәресте кім? Осы сәтте оның машинасының артқы орындығынан сыбдыр естілді. Айнадан қараса, артқы терезеге біреу саусақпен сурет салып кеткен екен. Сурет емес, таңба. Ирелеңдеген жыланның суреті. Демек, Зере әжей онымен бірге қалаға келген бе? Немесе оның адамдары бар ма? Ерасылдың телефоны қайта шырылдады. Сәкен, Ерасыл. Көмектес. Менің ауам жетпей. Байланыс үзілді. Ойын басталды. Бірақ бұл мысық тышқан ойыны емес еді.
Бұл жылан мен оның құрбанының ойыны болатын Сәкеннің соңғы демі. Ерасыл Тойотасын Сәкеннің зәулім үйінің қақпасына соққандай қылып тоқтатты. Жаңбыр шелектеп құйып тұр. Үйдің айналасы тым-тыныш. Күзетшілер көрінбейді. Ол қақпадан қарғып түсіп үйге қарай жүгірді. Есік ашық тұр екен. Ішке кіргенде оны тағы да сол иіс қарсы алды, күйген адыраспан мен жусанның иісі. Бұл иіс енді Ерасыл үшін өлімнің хабаршысындай болып сезілді. Екінші қабатқа көтерілді. Сәкеннің кабинеті. Есік ашық. Сәкен өзінің қымбат былғары креслосында емес, еденде, кілемнің үстінде жатыр. Оның денесі тырысып қалған, көздері шарасынан шығып төбеге қадалыпты. Бет-аузы көгеріп кеткен, мойнындағы тамырлары білеуленіп тұр. Дәл бөкең сияқты. Ешқандай қан жоқ. Ешқандай оқ ізі жоқ. Бірақ бір айырмашылық бар еді. Сәкеннің қолында бір жапырақ қағаз умаждалып қалыпты. Ерасыл еңкейіп Сәкеннің тамырын ұстады. Жансыз, суып үлгермеген, бірақ жүрек тоқтаған. Ол өліктің қолындағы қағазды абайлап алды. Қағазда қызыл сиямен, әлде қанмен бе жазылған қысқа ғана жазу бар. Біріншісі кетті. Екіншісі кетті. Үшіншісі сенсің, Төлегенұлы. Ерасылдың тұла бойы тітіркеніп кетті. Үшіншісі Төлегенұлы, яғни Ерасылдың өзі ме? Әлде оның марқұм әкесі ме? Ол бөлмені тінтіп шықты. Сейф ашық тұр. Іші бос. Ақшада, құжаттар да жоқ. Тек түбінде кепкен жыланның қабығы жатыр. Бұл жай ғана кісі өлтіру емес еді. Бұл ритуал. Бұл кек алу. Кенет төменнен сиренаның дауысы естілді. Полиция. Ерасыл терезеден қарады. Екі патрульдік көлік келіп тоқтады. Оны біреу ұстап берген. Мүмкін Сәкеннің өзі өлер алдында хабарласып үлгерді ме? Ерасыл қағазды қалтасына салып артқы есіктен шығып кетті. Ол қазір полицияға түспеуі керек. Әйтпесе, Сәкеннің өлімін оған жабады. Мұрағаттағы шындық. Ерасыл қаланың шетіндегі ескі гараждардың біріне тығылды. Ол досы Мақсатқа хабарласты. Мақсат, мен қазір сенің жұмысыңа барамын. Артқы есікті ашып қой. Ерасыл, саған іздеу жарияланды. Сәкеннің үйінен сенің машинаңды көріпті. Білемін, сондықтан маған сенің көмегің керек. Әкемнің ісін таптың ба? Жарты сағаттан соң олар шаң басқан архивтің жертөлесінде отырды. Мақсат қолына ескі, сарғайған папканы ұстап отыр. Міне, деді Мақсат дауысы дірілдеп. Кобра операциясы. 1994 жыл. Ерасыл папканы ашты. Бірінші бетте Зеренің суреті. Зере Қасымқызы, биохимик, КСРО-ның жабық лабораториясында жұмыс істеген. Олар мен антидоттар бойынша маман. Биохимик. Ерасыл таңғалды. Ол шөп тамыршы емес пе еді? Ол бәрін білген, деді Мақсат. Тыңда, 90 жылдары елде бей-берекетсіздік болғанда бір топ бандиттер Зеренің күйеуін кепілге алады. Олар Зереден ізі қалмайтын, адамды жүрек талмасы сияқты өлтіретін жасап беруді талап етеді. Бандиттер кімдер? Мақсат парақты аударды. Тізімде 3 есім тұр. Болатхан, Бөке, ол кезде жай ғана рэкетир. Сәкен, Ақсақ, топтың жетекшісі. Қайрат, Қара, із-түзсіз жоғалған. Ал менің әкемше? Деп сұрады Ерасыл. Сенің әкең Төлеген, осы істі тергеген жедел уәкіл болған. Ол Зерені құтқару операциясын басқарған. Құтқарды ма? Ресми дерек бойынша жоқ. Операция сәтсіз аяқталған. Бандиттер Зеренің үйін өртеп жіберген. Зере де, оның күйеуі де, кішкентай қызы да өртте жанып кетті деп жазылған. Іш жабылған. Бандиттер жазасыз қалған. Дәлел жоқ болғандықтан Ерасыл жұдырығын түйді. Демек, әкем оларды құтқара алмаған ғой, бірақ Мақсат бір парақты көрсетті. Мүрделер табылған жоқ. Үй күлге айналған, бірақ сүйектер табылмады деп жазылған протоколдың астын сызып қойыпты біреу. Және істі жапқан сенің әкеңнің өзі. Ерасыл ойланып қалды. Әкесі әділ полицей болған. Егер ол істі жапса, демек бір себебі болған. Мақсат, қарашы. Тізімдегі 3-ші адам Қайрат, ол кім? Ол туралы мәлімет аз.
Бірақ 1994 жылдан кейін ол ізім қайым жоғалған. Ерасылдың есіне Сәкеннің үйіндегі қағаз түсті. Үшіншісі сенсің, Төлегенұлы. Егер біріншісі Бөке, екіншісі Сәкен болса, үшіншісі кім? Қайрат па? Әлде Ерасылдың өзі ме? Неге Төлегенұлы? Әкенің құпия сейфі. Ерасыл архивтен шыққан соң, тіке өзінің ескі пәтеріне емес, әкесінің қаңырап бос тұрған саяжайына, дачасына тартты. Ол жерде әкесінің ескі заттары сақталған. Саяжай су. Ерасыл жертөлеге түсті. Әкесінің ескі сейфі бар еді. Оның кодын Ерасыл жатқа білетін өзінің туған күні. Сейф ашылды. Ішінде ақша да, алтын да жоқ. Тек бір ескі күнделік және кішкентай, шыны құты, ампула жатыр. Құтының ішінде мөлдір сұйықтық бар. Ерасыл күнделікті ашты. Бұл әкесінің жазбалары. 15 қазан 1994 жыл. Мен қателік жасадым. Оларды заң жүзінде құтқара алмайтынымды түсіндім. Сәкен мен Бөке жоғары жақтағылармен ауышаласқан. Зерені өлтірмек болды. Мен басқа жолды таңдадым. Мен өртті қолдан ұйымдастырдым. Зерені және оның қызын алып шықтым. Күйеуін құтқара алмадым, оны Сәкен атып тастады. Зерені Қараөзекке жасырдым. Ол енді өлген адам. Ол менен кек алғысы келеді. Себебі мен оның күйеуін қорғай алмадым. Бірақ мен оған уәде бердім, қызыңды аман алып қаламын дедім. Қызым балалар үйіне өткіздім. Атын өзгерттім. Ол қыздың мойнында жылан тәрізді қал бар. Ерасыл кітапты жауып қойды. Демек Зере әжей тірі. Әкесі оны құтқарып қалған. Бірақ Зеренің күйеуі өлген. Зеренің кегі содан. Бірақ қыз ше. Зеренің қызы тірі ме? Ерасылдың миында пазылдар құрала бастады. Зере 30 жыл күтті. Неге? Неге дәл қазір бастады? Мүмкін қызы табылды ма? Түнгі шабуыл. Ерасыл саяжайдан шығайын деп жатқанда, сырттан көліктің жарығы түсті. Біреулер келді. Ерасыл терезеден сығалады. Екі джип тоқтады. Одан бетперде киген, қаруланған 4 адам түсті. Бұлар полиция емес. Бұлар Сәкеннің немесе Бөкенің қалған адамдары. Немесе үшінші адамның жендеттері. Үйді қоршаңдар. Ол іште. Деген дауыс естілді. Ерасыл сейфтегі ампуланы және күнделікті қалтасына салды. Оның қолында тек Макаров тапаншасы бар. Оқтың саны 8. Есік тебіліп ашылды. Ерасыл, беріл. Бізге дәптер керек. Деп айқайлады біреуі. Демек олар Ерасылда қара дәптер бар деп ойлайды. Атыс басталды. Ерасыл жертөледен шығатын қосымша есікке қарай ұмтылды. Оқтар қабырғаны тесіп өтіп жатты. Ол біреуін аяғынан атты. Далаға шыға бергенде алдынан біреу шыға келді. Еңгезердей жігіт. Қолында пышақ. Ерасыл оқ атуға үлгермеді. Жігіт оны жерге алып ұрды. Пышақ Ерасылдың тамағына тақалды. Дәптер қайда? Деді жігіт ырылдап. Сол сәтте қараңғыдан ысқырған дыбысы естілді. Жыланның ысқырғандай. Жігіт кенеттен айқайлап жіберді. Оның мойнына кішкентай ине қадалғандай болды. Әлде тікенек пе? Жігіт пышағын тастап тамағын ұстады. Оның аузынан көбік ағып 2 секундта құлап түсті. Ерасыл орнынан атып тұрды. Қараңғы бақшаның ішінде ағаштардың арасында біреу тұр. Қара плащ киген ұзын бойлы адам. Бет жүзі көрінбейді. Бірақ қолында үрлемелі түтік трубка бар сияқты. Ол Ерасылға кет деген белгі берді. Ерасыл түсінді, бұл оның жауы емес. Бұл Зеренің көлеңкесі. Ол Ерасылды қорғап жүр. Неге? Ерасыл бақшаның қоршауынан секіріп өтіп, орманға қарай жүгірді. Артында атыспен айқай шу қалды. Үшінші есім. Ерасыл таңға жуық қалаға жаяу жетті. Ол шаршаған, киімі жыртылған. Ол қалтасындағы күнделікті қайта ашты. Соңғы бетінде бір жазу бар екен. Қайрат үшіншісі өлген жоқ. Ол атын өзгертті. Ол қазір билікте. Оның жаңа аты
Сия жайылып кеткен оқылмайды. Бірақ оны табудың бір жолы бар. Ол Зеренің қызын іздеп жүр. Себебі қара дәптер қыздың қолында болуы мүмкін. Ерасыл енді түсінді. Зере әжей ауылда жай ғана отырған жоқ. Ол назарын өзіне аудартып жатыр. Ол өзін жем ретінде пайдаланып отыр. Ол кімді қорғап жатыр? Қызын, ал қызы кім? Ерасылдың миына бір ой сап ете қалды. Мақсат оның досы. Мақсаттың қарындасы бар еді ғой. Аты Айгерім, ол балалар үйінен асырап алынған қыз болатын. Және Айгерімнің мойнында жыланға ұқсайтын қал бар. Ерасыл досына қоңырау шалды. Мақсат, Айгерім қайда? Ол үйде ұйықтап жатыр. Не болды? Оны алып қаладан кет. Қазір. Олар Айгерімді іздеп жүр. Кімдер? Үшінші адам. Және Зере әжейдің жаулары. Мақсат, сенің қарындасың, Зеренің қызы. Телефонның ар жағынан терезе сынған дыбыс естілді. Ерасыл, олар есікті бұзып жатыр, деп айқайлады Мақсат. Байланыс үзілді. Ерасыл кешікті. Ойын енді басталды. Енді бұл тек кек алу емес, енді бұл жазықсыз қызды құтқару операциясы. Және Ерасыл біледі, оны құтқару үшін ол қайтадан Қараөзекке, жынды кемпірге, Зере әжейге баруы керек. Себебі тек соның қолында ғана үшінші адамды тоқтататын күш бар, бос пәтердегі үрей. Ерасыл Мақсаттың пәтеріне жеткенде есік ашық жатты. Құлып бұзылған. Іште аяқ киім іздері, сынған ыдыстар және аударылған жиһаздар шашылып жатыр. Ол Мақсаттың бөлмесіне кірді. Бос. Айгерімнің бөлмесі бос. Тек ас үйдегі үстелдің үстінде Мақсаттың телефоны жатыр. Экран сынып қалған, бірақ жұмыс істеп тұр. Ерасыл телефонды қолына алды. Сол сәтте қоңырау соғылды. Белгісіз нөмір. Ерасыл терең тыныс алып тұтқаны көтерді. Алло? Ар жақтан суық, байсалды, билікке толы ер адамның дауысы естілді. Ерасыл Төлегенұлы, сен кешік. Олар қайда? Ерасыл айқайлап жіберді. Егер олардың басынан бір тал шаш түссе, қорқытуды қой, балам. Сенің қолыңда ешқандай карта жоқ. Карта менде. Сенің достарың менде. Саған бір ғана мүмкіндік беремін. Маған Зере кемпірді және қара дәптерді алып келесің. Кімсің сен? Үшінші адамсың ба? Мен сенің болашағымын, немесе ажалыңмын. Таңдау өзіңде. Алматының іргесіндегі ескі консерва зауыты бар. Ертең түн ортасында сонда кел. Жалғыз келмесең, қыздың басын аласың. Тұтқа қойылды. Ерасыл телефонды қабырғаға ұрып сындырды. Ол консерва зауытын білетін. Бұл қала сыртындағы иесіз қалған үлкен өндіріс орны. Қылмыскерлердің сүйікті мекені. Бірақ оның басты мәселесі Зере, ол кемпірді қалай алып барады. Ол жылан ғой, оны ұстау мүмкін емес. Жоқ, ұстаудың қажеті жоқ. Оған шындықты айту керек. Қараөзекке қайту. Ерасыл қаладан шығып қайтадан Қараөзек ауылына бет алды. Жол бойы оның көзіне елес көрінгендей болды. Жол жиегінде тұрған қара киімді адамдар, көліктің төсін соққылаған құстар. Бәлкім бұл шаршағандықтан шығар, әлде Зеренің қорғаушылары шығар. Ауылға түнде жетті. Зере әжейдің үйінде жарық жанып тұр. Ерасыл есікті ашпастан аулада айқайлады. Зере апа, шығыңыз. Олар Айгерімді алып кетті. Тым-тырыс. Кенет арқасынан біреу түрткендей болды. Ерасыл жалт қарады. Зере әжей оның тура артында тұр екен. Ерасыл оның қалай келгенін, аяқ дыбысын мүлде естімеген. Айгерім, деді кемпір сыбырлап. Оның даусындағы суықтық жоғалып, орнын діріл басты. Олар менің қызымды тапты ма? Иә, оны және менің досымды ұрлап кетті. Үшінші адам істеді. Ол сізді сұрап жатыр. Зере әжей жерге отыра кетті. Ол қолындағы таяғын қысып ұстады. Қайрат, деді ол тістеніп. Ол әлі тірі екен ғой. Мен оны 30 жыл бұрын өлдіге санағам. Ол қазір кім? Білмеймін, бірақ дауысы өте ықпалды адамға ұқсайды. Ол бізді консерва зауытына шақырды. Зауыт?
Зере әжей орнынан тұрды. Оның бойы бір сәтте түзеліп, көздері от шашты. Ерасыл, үйге кір. Саған көрсететін нәрсем бар. Зеренің зертханасы. Үйдің ішіндегі ескі кілемді көтергенде астынан жертөлеге түсетін қақпақ ашылды. Ерасыл кемпірдің соңынан төмен түсті. Бұл жер кәдімгі ауыл үйінің жертөлесіне ұқсамайтын. Қабырғаларда сөрелер, онда жүздеген шыны құтылар, кепкен шөптер, жыланның терлері және түрлі сұйықтықтар тұр. Ортада үлкен үстел. Үстелдің үстінде қара дәптері жатыр. Бұл менің өмірім, деді Зере, мен 30 жыл бойы осы сәтті күттім. Қайрат, Сәкен, Бөке. Олар менің күйеуімді өлтірді. Менің өмірімді ұрлады. Мен қызымды аман алып қалу үшін одан бас тарттым. Оны сенің әкеңе бердім. Төлеген нағыз еркек еді. Ол Айгерімді өз қызындай емес, аманат ретінде сақтады. Ал сен оның ұлысың. Зере Ерасылға бір кішкентай құтыны ұсынды. Бұл не? Сұрады Ерасыл, бұл дала демі. Ең күшті нейротоксин. Егер мұны ауаға шашсаң, 10 метр радиустағы адамның бәрі 5 секундта сал болып қалады. Өлмейді, бірақ қозғала алмайды. Біз олармен соғысамыз ба? Жоқ, балам. Біз соғыспаймыз. Біз оларды жоямыз. Зере сөреден ескі, бірақ күтілген наган тапаншасын алды. Мен оқ атпағалы көп болды. Бірақ менің оқтарым жай қорғасын емес. Олардың ұшына у жағылған. Бір сырылса бітті. Үшінші адамның кім екені? Ерасыл күнделікті шығарып Зереге көрсетті. Әкемнің жазбасында Қайраттың жаңа аты жазылған, жер өшіп қалыпты. Сіз оның кім екенін сезесіз бе? Зере көзін жұмды. Ол кезде Қайрат топтың миы болатын. Ол қатыгез, бірақ ақылды еді. Ол билікке құмар болатын. Қазір теледидарды қосшы. Ерасыл жоғарыға шығып, ескі теледидарды қосты. Жаңалықтар болып жатыр. Экранда ішкі істер министрлігінің кеңесі көрсетіліп жатты. Мінбеде шенді генерал сөйлеп тұр. Біз қылмыспен күресті күшейтеміз деп сөйлеп тұрған генералдың дауысы. Ерасылға телефонмен сөйлескен адамның даусымен бірдей болып естілді. Зере экранға қарады. Міне ол. Генерал Асқаров, бұл Қайрат, бет әлпетін өзгерткен, пластикалық операция жасатқан. Бірақ көздері. Қашқын иттің көздері өзгермейді. Генерал Асқаров. Елге белгілі, абыройлы тұлға. Ешкім оның өткені қарақшылықпен байланысты деп ойламайды. Ол менің қызымды не үшін ұрлады? Деді Зере, дәптер үшін бе? Жоқ, деді Ерасыл, дәптер сылтау ғана. Ол сізді жойғысы келеді. Сіз оның өткен өмірінің тірі куәсісіз. Ал Айгерім сізді шақыратын жем. Тұзаққа дайындық. Түн ортасы. Ерасыл мен Зере Тойотаға отырды. Зере үстіне қара плашын киді. Қалтасына түрлі шөптер мен құтыларды салып алды. Ерасыл, деді ол жолға шығарда. Егер мен өлсем, дәптерді өрте. Оның ішіндегі алтынның картасы ешкімге бақыт әкелмейді. Алтын? Иә, 90 жылдары шекарадан заңсыз өтпек болған 500 келі алтын. Оны Қайрат, Сәкен және Бөке ұрлаған. Бірақ олар алтынды бөлісе алмай, бір-бірін қыра бастады. Ал менің күйеуім, ол сол алтынды жасырған үңгірдің картасын сызған, геолог еді. Олар оны сол үшін өлтірді. Ерасыл рөлді қысып ұстады. Біз Айгерімді құтқарамыз. Алтын құрысын. Зауыттағы кездесу. Ескі консерва зауыты қала сыртындағы өндірістік аймақта орналасқан. Айналасы қоршалған, қараңғы. Ерасыл көлікті қақпадан алысқа тоқтатты. Сіз осында қалыңыз. Мен барлау жасаймын, деді Ерасыл. Жоқ, деді Зере, олар мені күтіп тұр. Мен бармасам, олар қызды өлтіреді. Екеуі қақпаға жақындады. Прожектор жарқ етіп жанды. Қолдарыңды көтеріңдер, деген дауыс күркіреді. Айналадан автомат асынған арнайы жасақ, спецназ киіміндегі адамдар шықты. Бірақ бұлар ресми спецназ емес, генералдың жеке жалдамалы әскери екені көрініп тұр. Ортаға ұзын бойлы, әскери киімді адам шықты. Генерал Асқаров, оның жанында 2 солдат Мақсат пен Айгерімді ұстап тұр.
Екеуі де байлаулы, ауыздары скотчпен жабылған. Зере, деді генерал жымиып. 30 жыл өтті. Сен әлі қартаймапсың. Жыланның уын ішіп жасардың ба? Зере таяғына сүйеніп тік тұрды. Қайрат, сенің погондарың өзгеріпті. Бірақ ішіңдегі боғың сол күйі қалыпты. Дәптер қайда? Генерал пистолетін Айгерімнің басына тақады. Бер, әйтпесе қызыңның миын шашамын. Зере қойнынан қара дәптерді шығарды. Міне ал, бірақ қызды жібер. Ерасыл, дәптерді әкел, деді генерал. Ерасыл Зеренің қолынан дәптерді алды. Ол генералға қарай жүрді. Арқашықтық 20 метр. Ерасылдың есіне Зеренің сөзі түсті. 10 метр радиус. Ол жақындай түсті. 15 метр. 12 метр. Генералдың көздері дәптерге қадалған. Ол жеңіске жеттім деп ойлады. 10 метр. Ерасыл кенеттен дәптерді жерге тастай салды да қалтасынан кішкентай ампуланы алып тасқа ұрды. Тарс еткен дыбыс. Ампула сынды. Одан көк түтін будақтап шыға бастады. Дем алмаңдар, деп айқайлады Ерасыл Мақсат пен Айгерімге, бірақ олардың аузы жабық еді. Бұл оларға пайда болды. Генерал түтінді көргенде шегінбек болды. Бірақ кешеді. Түтін лезде тарады. Генералдың оққағарлары теңселіп жерге құлай бастады. Олардың аяқтары істемей қалды. Генералда тізесі бүгіліп жерге отырып қалды. Ол пистолетін көтермек болды, бірақ қолы бағынбады. Бұл не? Деді ол қырылдап. Бұл даланың демі, деді Зере әжей түтіннің арасынан суырылып шығып. Ол түтіннен қорықпады, себебі алдын ала антидот ішкен еді. Күтпеген соққы. Зере қызына қарай жүгірді. Айгерімнің жібін шешті. Қызым, менің ботам. Зере қызын құшақтады. Айгерім түк түсінбей жылап жіберді. Мақсат та босады. Бірақ бәрі бітті деп ойлаған сәтте зауыттың төбесінен оқ атылды. Снайпер. Зере әжей кенеттен селк етті. Оның арқасына оқ тиді. Апа, деп айқайлады Ерасыл. Зере жерге құлады. Генерал Асқаров жерде жатып қарлығып күлді. Мен жалғыз келмеймін ғой, кемпір. Саған тұзақ құрдым. Төбедегі снайпер екінші оқты атуға оқталды. Ерасыл Зерені және қыздарды тасаға сүйреді. Мақсат, қыздарды алып қаш, деп айқайлады Ерасыл. Мен мұнда қаламын. Оқиға ушықты. Зере жаралы. Генерал сал болса да, оның қосымша күштері бар екен. Және төбеде снайпер отыр. Ерасылдың қолында тек 8 оғы бар. Макаров және Зеренің бірнеше улы иныралар ғана қалды. Снайпердің оғы Зере әжейдің оң жақ иығын тесіп өткен. Ол аңқ етіп Ерасылдың қолына құлады. Апа. Ерасыл оны сүйреп үлкен тот басқан конвейердің артына тықты. Мақсат пен Айгерім де жер бауырлап олардың жанына жетті. Оқтар бетон еденге тиіп ұшқын шашыратып жатыр. Генерал Асқаровтың сал болған денесі біртіндеп жан кіре бастады. Оның қимылдай бастағанын байқау қиын емес. Зере әжей қансырап жатса да есін жоғалтпаған. Ол дірілдеген қолын созып Айгерімнің жүзіне тигізді. Айгерім, менің ботақаным. Айгерім шошып отыр. Ол бұл кемпірді танымайды, бірақ оның жанарынан бір түрлі жылулық сезді. Сіз кімсіз? Деді Айгерім жыламсырап. Неге мені қызым дейсіз? Зере әжей қалтасынан кішкентай ескі тұмарды алып шықты. Сенің мойныңда оң жағында жыланға ұқсаған қал бар. Және осы тұмардың сыңары бар. Солай ма? Айгерімнің көздері шарасынан шығып кетті. Ол мойнындағы алқаны тартып шығарды. Онда дәл сондай жарты ай пішіндес күміс тұмар ілулі тұрған. Бұл менің балалар үйінде болған кезімнен бері барса. Маған оны анам тастап кеткен деуші еді, мен сені тастаған жоқпын, деді Зере әжей көзінен жас парлы. Мен сені сақтап қалу үшін өзімнен жұлып алдым.
Менің атым Зере, мен сенің туған анаңмын. Айгерім үнсіз қалды. 30 жыл бойы іздеген жауабы дәл осы қанды қырғынның ортасында, оқ астында табылады деп кім ойлаған? Мақсат таңғалып тұр. Ол қарындасының тағдырын білетін, бірақ оның анасы қылмыс әлемінің үрейі екенін білмеген еді. Қара дәптердің жаңа иесі. Зере әжей Ерасылға қарады. Балам, менің уақытым аз. Оқ өкпеме тиді. Мен сезіп тұрмын. Апа, сөйлемеңіз. Біз сізді алып шығамыз, деді Ерасыл жарасын таңуға тырысып. Жоқ, тыңда, генерал қазір тұрады. Оның оты қайтып келеді. Ол мені өлтірмей тынбайды. Зере қанға боялған қара дәптерді Айгерімнің қолына ұстатты. Қызым, мұны ал. Бұл дәптерде сенің әкеңнің өсиеті бар. Және 500 келі алтынның картасы бар. Бірақ ең бастысы, бұл дәптерде генерал Асқаровтың, яғни Қайраттың барлық қылмысы жазылған. Ол осы үшін сенің соңыңа түсті. Мен мұны не істеймін? Айгерім дәптерден қорқа бастады. Мұны халыққа жарияла, немесе өртеп жібер. Таңдау сенде. Тек генералдың қолына берме. Снайпермен айқас. Төбеден тағы оқ атылды. Темір конвейердің шеті үзіліп түсті. Біз бұл жерден шыға алмаймыз, деді Мақсат. Снайпер бізді бақылап отыр. Бас көтерсек атады. Ерасыл Макаровын тексерді. 6 оқ қалған. Мен снайперді аламын, деді Ерасыл. Сендермен белгі бергенде артқы есікке қарай қашыңдар. Ол биікте отыр ғой. Сен қалай жетесің? Зере әжей Ерасылдың жеңінен тартты. Ерасыл, менің қалтамда қара түсті түйіншек бар. Оны ал. Ерасыл кішкентай шүберекке түйілген ұнтақты алды. Бұл не? Бұл соқыр тұман. Мұны ауаға шашсаң, көзді аштады, жас ағызады, және адамды 5 минутқа соқыр қылады. Бірақ желге қарсы шашпа. Түсіндім. Ерасыл терең дем алды. Ол конвейердің астымен жылыстап, зауыттың батыс қабырғасына қарай жылжыды. Ол жерде жоғарыға, төбеге шығатын баспалдақ бар еді. Снайпер оны байқамады. Ол негізгі топқа, Зерелі жатқан жерге көздеп отырған. Ерасыл баспалдақпен жоғары өрмеледі. Темір баспалдақ сықырлап кетті. Снайпер дыбысты естіді. Ол мылтығын бұрды. Тарс. Оқ Ерасылдың басынан сәл жоғары тиді. Ерасыл темірге жабысып қалды. Ол жоғарыда. Снайпер шатырдың шетінде отыр. Ара қашықтық 15 метр. Ерасыл қолындағы түйіншекті тісімен шешті де, бар күшімен снайпер отырған жерге қарай лақтырды. Ұнтақ шашылып, снайпердің бетіне бұлт сияқты тиді. Өзім! Деген айқай естілді. Снайпер мылтығын тастап бетін басты. Ерасыл осы сәтті пайдаланып баспалдақтан секіріп шықты. Ол снайперге қарай жүгірді. Снайпер қолымен сермеп қан жарын суырды. Ерасыл жақындай бергенде, соқыр снайпер пышағын сермеп қалды. Пышақ Ерасылдың қолын тіліп өтті. Бірақ Ерасыл тоқтамады. Ол снайперді иығынан ұстап төменге, бетон еденге итеріп жіберді. Снайпер 10 метр биіктіктен құлап қимылсыз қалды. Жол ашылды. Генералдың қайта тірілуі. Ерасыл төбеден төменге айқайлады. Мақсат! Қашыңдар! Мақсат Зерені арқалап, Айгерімді жетелеп, артқы шығар есікке қарай жүгірді. Бірақ ортада отырған генерал Асқаров орнынан тұрды. Оның аяқтары әлі де әлсіз, бірақ қолына қару ұстай алатын халге жеткен еді. Ол жерде жатқан автоматты алды. Ешқайда қашпайсыңдар, деп айқайлады ол. Дауысы зауыт үшін жаңғырықтырды. Генерал Зере мен балаларға қарай оқ жаудырды. Мақсат Зерені жерге жатқызды да, өзі оққа қалқан болды. Ерасыл! Деп айқайлады Мақсат, менің оғым жоқ. Ерасыл төбеде тұр. Оның қолында тапанша. Ол генералды көздеді. Бірақ генералдың үстінде бронежилет бар. Оны жай оқпен алу қиын. Ал генералдың жанына оның есін жиған 2 оқ қағары келіп қосылды. Олар да оқ жаудыра бастады. Мақсат, Айгерім және жаралы Зере бұрышқа тығылды.
Олар қақпанға түсті. Ананың соңғы құрбандығы. Зере әжей Мақсаттың иығынан түсті. Оның беті әлпеті бозарып кеткен, бірақ көздерінде қорқыныш жоқ. Айгерім, деді ол қызына. Маған қара. Мен сені таптым. Енді мен тыныш өле аламын. Апа, не істемексіз? Айгерім анасын жібергісі келмеді. Зере қалтасынан соңғы құтыны алды. Бұл құты қып-қызыл сұйықтыққа толы еді. Бұл жанартау. Ең қауіпті қоспа. Егер мұны отқа тастасам, бұл жердегі ауа 5 минутқа от болып жанады. Сіз де жанасыз ғой, деп Мақсат айқайлады. Мен онсыз да өліп барамын, балам, деді Зере жарасын көрсетіп. Сендер қашыңдар. Ерасыл жоғарыдан жолды көрсетеді. Зере әжей таяғына сүйеніп орнынан тұрды. Ол ашық жерге, генералға қарай шықты. Генерал Асқаров атуын тоқтатты. Ол кемпірді көрді. Зере, деп айқайлады ол. Беріл. Дәптерді берсең, қызыңды тірі қалдырам. Зере күлді. Оның аузынан қан ағып тұр еді. Қайрат, сен билікті сүйдің, алтынды сүйдің. Бірақ сен ешқашан ананың махаббатын түсінген жоқсың. Сен мені жеңе алмайсың. Себебі менің артымда ұрпағым бар. Ал сенің артыңда тек қан мен боқ бар. Ат, деп бұйырды генерал оққағарларына. Қашыңдар, деп айқайлады Зере балаларына. Мақсат Айгерімді сүйреп артқы тесікке қарай жүгірді. Зере қолындағы қызыл құтыны жанында жанып тұрған бөшкеге, снайпердің оғы тиіп, май ағып жатқан жерге лақтырды. Гүрс, сұмдық жарылыс болды. Қызыл жалын лапылдап зауыттың ортасын алып кетті. От кәдімгі от емес, химиялық реакциядан туған, көкшіл қызыл түсті, өте ыстық жалын еді. Генерал және оның оққағарлары жалынның ортасында қалды. Олардың айқайы естілді. Жалын Зерені де жұтып қойды. Соңғы сәтте Ерасыл жоғарыдан қарап тұрып, Зере әжейдің оттың ортасында тік тұрып күлімсіреп тұрғанын көргендей болды. Ол қорықпады. Ол жеңді. Қашу. Ерасыл шатыр арқылы сыртқа шықты. Төменде Мақсат пен Айгерім оны күтіп тұр екен. Зауыттың іші лапылдап жанып жатыр. Сирена дауыстары естіле бастады. Бұл жолы нағыз полиция келе жатқан сияқты. Анам. Айгерім жерді тоқпақтап жылады. Мен оны енді ғана тауып едім ғой, ол сені құтқарып қалды, деді Ерасыл досының қасына келіп. Ол нағыз батыр. Кеттік, деді Мақсат. Генерал өлді ме? Ондай оттан ешкім тірі шықпайды, деді Ерасыл. Олар Ерасылдың көлігіне мініп қаланың екінші шетіне қарай зымырады. Бірақ олардың білмейтіні, қара дәптер Айгерімнің қолында болғанымен, генералдың сыртта қалған басқа адамдары әлі де олардың ізінде еді. Және генерал Асқаров. Ол оңайлықпен өлетін адам емес. Оның денесінде де Зеренің ескі антидоттары бар болуы мүмкін бе? Көлікте отырып Айгерім дәптерді ашты. Бірінші бетінде бұл дәптерді ашқан адамға өлім немесе шындық келеді деп жазылыпты. Ал соңғы бетінде жаңа ғана жазылған сиямен Зере зауытта жазып үлгерген болуы керек, Төлегеннің ұлына. Егер Қайрат тірі қалса, оның әлсіз жері оның жертөлесінде. Оны тап жаралы аңның оралуы. Алматының сыртындағы жасырын жеке клиника. Операция бөлмесінде жарық сөніп тұр. Тек мониторлардың дыбысы ғана естіледі. Генерал Асқаров кереуетте жатыр. Оның денесінің тең жартысы күйіп кеткен. Бетінің оң жағы адам шошырлық халде, терісі бүрсіп, бір көзі жабылып қалған. Зеренің жанартау қоспасы оны өлтірмесе де, мәңгілікке мүгедек қылып құбыжыққа айналдырды. Дәрігер кірді. Генерал мырза, сіздің ағзаңызда ау бар. Зеренің қоспасы теріңізді күйдіріп қана қоймай, қаныңызға таратқан. Сізге антидот керек. Әйтпесе бір аптадан соң. Генерал сау қолымен дәрігердің халатынан ұстап өзіне тартты. Оның дауысы қырылдап, жер астынан шыққандай естілді. Антидот. Ол дәптерде. Сол қыздың қолында. Оларды таптыңдар ма? Иә, серіктер. Олардың көлігін камерадан көрдік. Олар тауға қарай Қырғызстан шекарасына жақын Шайтан өткелі шатқалына бет алды.
Генерал орнынан тұруға тырысты. Ауырсыну соншалық, ол тістеніп ернін қанатты. Шайтан өткелі. Демек, алтын сол жерде. Олар мені сол жаққа шақырып отыр. Біз арнайы жасақты жібереміз бе? Жоқ, деп ақырды генерал, бұл ресми операция емес. Менің жеке қасқырларымды жина. Тек ұшақты дайында. Мен оларды өз қолыммен өлтіремін. Және антидотты аламын. Тау ішіндегі құпия. Ерасыл, Мақсат және Айгерім ескі Нива көлігімен оны жолшыбай ауыстырып мінген, таудың құзар шыңына қарай өрлеп барады. Айгерім артқы орындықта қара дәптерді оқып отыр. Ерасыл, мұнда карта өте күрделі сызылған. Әкем геолог болған соң, кәдімгі топографиялық белгілерді емес, химиялық формулаларды қолданған. Сен түсінесің бе? Анам, Зере, маған бала кезімде кейбір формулаларды үйреткеген. Енді есіме түсіп жатыр. Мына жерде алтын белгісі тұр. Ол шайтан өткелінің ең биік нүктесіндегі үңгірде. Мақсат рөлде отырып айнаға қарады. Ерасыл, артымызда ешкім жоқ сияқты. Біз құтылдық па? Жоқ, деді Ерасыл қабағын түйіп. Генерал бізді жібермейді. Ол аңшы. Ол біздің қайда бара жатқанымызды біледі. Біз қақпанға бара жатырмыз. Бірақ бұл қақпанды біз өзіміз құрамыз. Зеренің соңғы хаты. Айгерім дәптердің ортасынан бүктелген бір парақты тапты. Мұнда анамның жазуы бар. Қызым, егер сен мұны оқып отырсаң, мен жоқпын. Қайрат, генерал сенің соңыңа түседі. Ол алтын үшін ғана емес, өз өмірі үшін келеді. Себебі мен оған у жұқтырдым. Оның емі тек осы дәптердегі рецептте. Бірақ оған емді берме. Ол құбыжық. Алтынға келсек, ол алтын қарғыс атқан. Оны үңгірден алып шығуға болмайды. Үңгірдің кіреберісіне менің күйеуім, сенің әкең, динамит қойып кеткен. Егер біреу алтынды қозғаса, тау құлайды. Бұл тұзақ. Генералды сол үңгірге кіргізіңдер. Және тетікті басыңдар. Ерасыл Айгерімге қарады. Түсінікті, біз алтынды алмаймыз. Біз генералды сол алтынмен бірге көмеміз. Бірақ біз өзімізше, деді Мақсат, біз үлгеруіміз керек. Немесе, бәріміз бірге өлеміз. Шайтан өткелі. Көлік жолсыз жермен әрең жүріп келеді. Айнала тік жартастар, төменде ағыны қатты тау өзені. Ауа райы бұзылып, қар ұшқындап тұр. Олар діттеген жерге жетті. Шайтан өткелі екі жартастың ортасындағы тар шатқал. Олар көлікті тастап жаяу өрмеледі. Үңгірдің аузы үлкен таспен жабылған. Бірақ тастың шетінде кішкентай саңлау бар. Ерасыл тасты жылжытуға тырысты. Мақсат көмектесті. Үңгір ашылды. Іштен дымқыл, салқын ауа соқты. Олар қол шамдарын жағып ішке кірді. 100 метр жүрген соң үлкен залға тап болды. Және ортада алтын. Кәдімгі құйма алтындар емес. Ескі, кеңестік мөрі бар, тот басқан темір жәшіктер. Біреуі ашық тұр. Ішінде сары металл жарқырайды. 500 келі алтын. Бұл миллиардтаған ақша. Мақсаттың көзі жайнап кетті. Ерасыл, мұнымен өмірімізді өзгерте аламыз ғой. Ұмыт, деді Ерасыл, бұл алтын қанға боялған. Қараша, алтын жәшіктерінің жанында адам сүйектері жатыр. Зеренің күйеуінің сүйектері болуы мүмкін. Айгерім сүйектерге жақындап жылап жіберді. Әке? Көктегі ажал. Кенет сырттан гүрілдеген дыбыс естілді. Ерасыл сыртқа жүгірді. Тікұшақ. Қара түсті әскери тікұшақ шатқалдың үстіне келіп қонды. Одан арқанмен қарулы адамдар түсіп жатыр. Және біреуі бетіне қара маска киген, ақсаңдап басып келе жатқан ұзын бойлы адам. Генерал Асқаров, ол тірі. Және ол осында. Олар келді, деді Ерасыл ішке кіріп. Жоспар бойынша істейміз. Айгерім, сен дәптерді ұстап үңгірдің түбіне тығыл. Мақсат, сен динамиттің сымын тап. Мен оларды күтіп аламын. Сен жалғыз шаман келмейді.
деді Мақсат, мен оларды сөзге тартамын. Сендер дайын болыңдар. Үңгір аузындағы келіссөз. Генерал Асқаров үңгірдің кіре берісіне келді. Оның жанында 5 спецназ. Ерасыл, деп айқайлады генерал, даусы қорқынышты, механикалық сияқты. Мен білемін, сендер іштесіңдер. Шығыңдар. Ерасыл қолын көтеріп сыртқа шықты. Генерал, сіз тез тауып алдыңыз. Дәптер қайда? Антидот қайда? Генералдың сабыры таусылып тұр. Оның күйген беті ауырып, денесі қалтырап тұр. Дәптер іште, алтынның үстінде жатыр. Егер сіз бізге тиіссеңіз, қыз дәптерді өртеп жібереді. Генерал қарқылдап күлді. Маған алтын керек емес. Маған өмір керек. Антидотты берсеңдер, тірі кетесіңдер. Сен Зереге де солай уәде бергенсің, деді Ерасыл, бірақ оны өлтірдің. Ол кемпір өзі іздеп тапты. Жолдан былай тұр. Генерал жендеттеріне белгі берді. Олар Ерасылды ұстап алып тізерлетіп қойды. Генерал ақсаңдап ішке кірді. Ол алтынды көрді. Бірақ оның көзі алтында емес, үңгірдің түбінде, қолында дәптері бар Айгерімде болды. Бері кел, қызым, деді. Генерал жұмсақ сөйлеуге тырысып, бірақ өте қорқынышты шықты. Апаң саған мені емдеуді үйретті ме? Айгерім қорыққаннан дірілдеп тұр. Жақындамаңыз. Маған дәптерді бер. Генерал Айгерімге қарай ұмтылды. Осы кезде Мақсат тасадан шығып, «Ей, құбыжық!» деп айқайлады. Ол қолындағы 2 сымды бір-біріне тигізді. Бұл Зеренің күйеуі орнатқан ескі динамиттің тұтандырғышы еді. Таудың қаһары. Гүрс! Үңгірдің төбесіндегі тастар қозғалып кетті. Генерал жоғары қарады. «Жоқ!» деп айқайлады ол. Кіреберістегі жол таспен жабылып қалды. Ерасыл сыртта қалды, оны ұстап тұрған жендеттер жарылыстан шошып қаша жөнелген. Бірақ Мақсат, Айгерім және генерал. Олар іште қалып қойды. Үңгірдің аузы толығымен құлаған тастармен бітеліп қалды. Ерасыл тастарға жүгіріп барып, оларды қозғауға тырысты. Мақсат, Айгерім. Іштен ешқандай дыбыс жоқ. Тікұшақ қайтадан көтерілді. Генералдың қалған адамдары командирінің өлгенін, немесе қамалғанын түсініп, бастарын сауғалап қашып жатты. Ерасыл таудың ортасында, жабылған үңгірдің алдында жалғыз қалды. Қар жауа бастады. Ол құлағын тасқа тосты. Іштен әлсіз дыбыс естілді. Атыс дыбысы. 1 рет, 2 рет. Сосын тыныштық. Кім тірі? Генерал ма? Мақсат па? Әлде Айгерім бе? Және қара дәптер не болды? Ең қорқыныштысы Ерасылдың әкесінің күнделігіндегі жертөле туралы жазба. Егер генерал осында өлсе, оның қала орталығындағы құпия бункерінде сақталған ақырзаман құжаты автоматты түрде желіге таралып кетуі мүмкін бе? Тас қапастағы тыныштық. Шайтан өткеніндегі үңгірдің аузы тас үйіндісімен бітеліп қалған. Сыртта боран ұйтқып тұр.